Достар, егер де сіздер өмірден алынған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын-соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз. Яхия алейхиссалам пайғамбар. Күндердің күнінде Закария алейхиссалам пайғамбардың жасы ұлғайған уақыт еді. Ол жаратқанның жолында адамдарды талмай шақырып, кейін ол өмірден өткеннен соң артынан ісін жалғастыру үшін бір перзентті болуды шынайы қалайтын. Қартайған жасына қарамастан ол әлі де болса артынан бір ізбасары болуын қалап, Раббысына күнде жалбарынып перзент сұрауын тоқтатпайды. Содан бір күні жаратқан Жаббардың қалауымен оның әйелі жүкті болады. Көп ұзамай ол дүниеге ұл бала алып келеді. Оның есімін Яхия деп қояды. Аллах тағала ол бала өмірге келмей тұрып ерекше болатынын, сондай-ақ ондай баланың бойындағы қасиеті бұған дейін ешбір адамда болмағандығын, әрі болашақта да болмайтындығын Закария алейхиссалам пайғамбарға сүйіншілейді. Расында Яхия алейхиссалам өмірге келген күннен ақ ерекше перзент болды. Ол балалық шағында өте салмақты, көп сөйлемейтін, өзгелерден әрдайым ерекшеленіп тұратын. Ол замандағы балдар күнделікті уақытты ит, мысық, құс секілді үй жануарларын қинап, азаптап ойнауды жақсы көретін. Ал Яхия алейхиссалам болса, бойына кішкентайынан даналықтар, мұндай жануарларға ерекше құрмет көрсетіп, қайта оларды тамақтандырып, бағып қағумен айналысатын. Кейде өзі жейтін асты жануарларға беріп, ұзақ уақыт бойы аш жүретін кездерде көп болған. Ол уақыт өтіп ер жеткен сайын жүзіндегі нұры жарқырай түсіп, бойындағы даналығы одан әрі арта береді. Оның жаратқанға деген махаббаты да ерекше еді. Әкесі Закария алейхиссалам пайғамбар секілді Раббысына құлшылық етуден жалықпайтын құл болатын. Яхия алейхиссалам пайғамбардың бойындағы білім мен даналығын жергілікті адамдар қатты құрметтейтін. Оның әрбір айтқан сөзін олар ұйып тыңдайтын. Керек десеңіз, ол халықтың көптеген әлеуметтік мәселелерін шешіп, адамдар арасында әрдайым әділдікті айтып, жас та болса татулықта өмір сүруге жігерлендіретін. Халықтың ықыласына бөленген сонша, ол уақытта Яхия алейхиссалам пайғамбарды барлығы бірдей жақсы көретін, тіпті оған ешкім кішкентай болса да зиян тигізуге дәті бармайтын. Бұған қоса Яхия алейхиссалам пайғамбар мұқтаж жандарға қол ұшын созып, жас та болса қайырымдылық істермен көпке танымал болған. Ол әрдайым халықтың арасына шығып, өз білген біліммен бөлісіп, Аллахтың жолында насихат жасайтын. Оны ұйып тыңдайтын халықтың көпшілігінің көңілдері жиі босап кететін. Бір күні мешітке жиналып отырғанда адамдардың арасына келіп, ол былай деп уағыз айта бастайды. Расында Аллах тағала маған бірнеше амалдарды жасауды міндет етіп жүктеді. Солардың бірі бір ғана Құдайға табынып, оған ешбір нәрсені теңестірмей құлшылық ету. Ендеше сендер де әрдайым бір ғана жаратқанға табынып, оған ғана иманға келіңдер. Содан кейін сендерге намаз оқуларыңды бұйырамын. Бұл ретте шынайы ықыласты болу талап етіледі. Сосын ораза ұстап, жаратқан Жаббардың мейірімінен үміт етіңдер. Егер осыларды жасайтын болсаңдар, үстеріңнен ешкімде жоқ бір көркем есіктің иісі шығатын болады. Сондай-ақ әрдайым Аллахтан үміт үзбей оны еске алып жүріңдер. Істеріңде бір оған ғана тәуекел ету керек. Себебі түптің түбінде сендерге одан басқа ешбір қолдаушы жоқ дейді. Яхия алейхиссалам пайғамбар осылайша күнделікті адамдардың арасына шығып, Құдайның жолына шақырып, олардың күнделікті мәселелерін бойында дарыған даналығымен шешіп беріп отырады. Осындай жолда ол аянбай еңбек етеді. Жаратқанның қалауымен ол жаста болса, барша халықтың көңілінен шыққан пайғамбар болып, кейін ол жас кезінде өмірден өткен ерекше әрі тақуа пайғамбардың қатарында болған екен. Оның Яхия деген есімі Құран кәрімде 5 жерде ескеріледі. Яхия деген сөздің мағынасы туылғаннан жүрегінде иманды болады, немесе адамдардың жүрегіндегі иманды күшейтуші, жаңартушы дегенді білдіреді. Расында Яхия алейхиссалам пайғамбар атына сай, әкесі Закария алейхиссалам пайғамбардың жолын жалғастырып, адамдардың бойындағы иманын әрдайым жаңартып тұрумен айналысқан дана кісі болған екен. Құрандағы Ар-Рас қауымы.
Qasiyetli Qur'onda Alloh taolo bizlarga бұған дейін өмірден өткен көптеген адамдардың оқиғаларын ғибрат алу үшін баяндап отырады. Бұл біздер үшін жай ғана әңгіме емес, оның біздің өмірімізбен тікелей байланысы барын жақсы түсінуіміз керек. Сондай оқиғалардың бірін ғибрат мақсатында былай айтып кетелік. Күндердің күнінде Аррас деген өзеннің бойында қарағайға ұқсайтын ағашқа табынатын адамдар өмір сүріпті. Кейбір деректерге сәйкес, олар бұған дейін жойылып кеткен Самуд қауымының ұрпақтары делінеді. Анығы бір ғана жаратқанға аян. Содан аталмыш қауым өздері табынатын қасиетті саналатын ағаштың қатарын көбейту үшін арнайы жер бөліп, оларды Аррас деген өзеннің бойына еге бастайды. Расымен де әбден баптап қарағаннан кейін ол жерден әлгі қасиетті талдар көптеп шығады. Талдың көптігі сонша, олар Аррас өзенінің бойында қаптап кетеді. Осыдан кейін адамдар талмен қоса өзенді де қасиетті санап, ол жерден малдарды суаруға толықтай тыйым салынады. Тек жергілікті адамдарға ғана су алып ішуге рұқсат беріледі. Осылайша адамдар ұзақ жылдар бойы өздері еккен ағаштарға құлшылық етумен болады. Тіпті олар жылда бір айды белгілеп, сол уақытта талға жібек матадан жасалған жамылғылар дайындап, айналасына от жағып, малдарды құрбандыққа шалып, үлкен мереке өткізуді ұйымдастырады. Ағаштардың құрметіне сойылған малдардың қаны ағып, жаққан оттардың көк түтіні аспанға көтерілген сайын адамдар жылап, көңілдері босап ағаштарға сәжде етумен болады. Сол сәтте шайтан келіп, ағаштардың бұтақтарын қимылдатып, «Мен сендерге ризамын халқым» деп дауыстап кетіп жатады. Осыдан кейін адамдар құлшылықтары қабыл болғанын біліп, ішімдіктер ішіп, би билеп, құлшылықтың артын күні түнге созылған тойға ұластырып жібереді. Арада жылдар өтіп, ұзақ уақыт адасқан адамдарды тура жолға салу үшін жаратқан Жаббар Ханзалату ибн Сафуан деген кісіні елші етіп жібереді. Ол болса адамдарға насихат айтып, бір ғана Аллахқа табынуға шақырады. Бұндай насихат ұзақ уақытқа созылады. Алайда жергілікті халық ағаштарды қасиетті тұтып, елшінің сөзіне құлақ таспайды. Талмай еткен әрекеті нәтижесіз болатынына көз жеткеннен кейін Ханзалату ибн Сафуан жаратқанға жалбарынып, «Уа Раббым, мен бұл халықты қанша тура жолға шақырсам да, олар алған бетінен қайтар емес. Өзіңнен сұрарым, олардың қасиетті саналған ағаштарын бір сәтте қуратып, өз құдіретіңді көрсетші оларға. Бәлкім сонда барып, олар ақылға келер» дейді. Расында көп ұзамай Аллахтың қалауымен әлгі ағаштар бір уақытта қурап кетеді. Мұны көрген адамдар шулап, кінәліні іздестіре бастайды. Сонда олардың ішінен біреуі шығып, бұл ағаштардың қурауына мына өзін елші санап жүрген Ханзалату ибн Сафуан кінәлі. Ол біз табынған ағаштарға табынбай, өзінің құдайына табындыру үшін мына талдарды сиқырлап қоюы әбден мүмкін. Соның әрекетінен мына ағаштар қурап кетті дейді. Сосын адамдардың барлығы жиналып Ханзалату ибн Сафуанды ұстап, үлкен ор қазып, оны сонда тастап жібереді де, үстінен жауып қояды. Ештеңеге шамасы келмеген ол сол қараңғы түнекте жаратқанға жалбарынып, «Уа Раббым, менің өзіңнен басқа табынар да, сұраушым да жоқ. Менің жағдайым белгілі. Мына тар түнектен мені өзің құтқармасаң, ешкім жәрдемші болар емес. Бұлай жаным қысылғанша, ертерек кеудемнен жанымды ала қойшы» деп ұзақ дұға етеді. Ертесіне Аллахтың қалауымен оның жаны бойынан шығып кетеді. Елшісіне жасаған жамандықтың есесі ретінде жаратқан Жаббар көп ұзамай аспанда түнекке айналдырып азап алып келеді. Қатты дауыл соға бастайды. Бір уақытта жерден от шығып, Аррас қауымы күлге айналып, сол сәтте толықтай жойылып кеткен екен. Осылайша Аллах тағала біздерге иман етудің қаншалықты маңызды екенін, әрі қарсы келгеннің азабы ауыр болатынын осы секілді оқиғалар арқылы баяндап отыр. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымызға жазылып, қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады. Сондай-ақ біздің TikTok-тағы Құран тағылымы деген арнайы парақшамызға жазылыңыздар.
Davud aleyhisselam payg'ambar. Күндердің күнінде Musa aleyhisselam payg'ambar өмірден өткеннен кейін, оның артынан ерген адамдар тура жолдан адасып, арсыз әрекеттер жасай бастайды. Олар түрлі қылмысты күнделікті өмірлерінде әдетке айналдырған еді. Құдайдың барын ұмытып, әркім өз бетінше қалағанша өмір сүрді. Дәулеттілер садақа беруде сараңдық танытты. Кедей кепшіктер болса, ішіп жерге азық таппай, адамдар біраз адасты. Осындай қиын қыстау кезінде адамдарға тура жолды көрсету үшін жаратқан Жаббар Дауд алейхиссалам пайғамбарды елші етіп жіберді. Ол Исраил қауымына патша болып келеді. Оның дәулеті мол болды. Соған қарамастан пайғамбар күндіз ораза ұстап, түнде ұдайы құлшылық жасап, үздіксіз шүкіршілік ететін. Түннің 1/3 бөлігінде тұрып ұзақ ғибадат қылатын Аллахтың сүйген құлы еді. Жаратқан Жаббар оған Забурды түсірді. Бұған қоса оның бойына білім мен даналық дарытты. Сондай-ақ оның дауысын әдемі етіп қойды. Ол күнделікті Раббысына мадақ, зікір айтқанда оның әсем дауысымен қосылып, құстарда ән салатын. Кейбір деректерде ол Забур кітабын 70 түрлі дауыспен оқи алатын делінеді. Ол түнде тұрып дауыстап құлшылық еткенде, оны естіген адамдардың барлығы бірдей көңілдері босап кететін. Сонымен қатар оның бойында күші де өте көп болатын. Ол темірді балшықтай майыстыратын. Осылайша ол түрлі шайқастар мен соғыстарға темірден қалқандар жасайтын. Оның темірден жалаң қолмен жасайтын құрал саймандарды көрген адамдардың өзі оған қарсы тұрудан сескенетін еді. Бұған қоса ол күнделікті өмірде жергілікті адамдарға көптеген әлеуметтік мәселелердің шешімін тауып беріп отыратын. Осыған қатысты Аллах Тағала оған даналықты дарытып, адамдармен қалай қарым-қатынас жасап, олардың мәселелерін шешіп берудегі жағдайларда не жасау керектігін туралы үйретіп отыратын. Сондай күндердің бірінде ол сарайда құлшылық жасап жатқан уақытында екі кісі терезеден кенет секіріп кіріп, Дәуіттің алдына келеді. Ол екеуін көрген пайғамбар шошып кетеді. Кейін ол өзіне келіп, олардан мән-жайды сұрайды. Сосын олар бір-біріне қарап, "Бізге бір әділдік төрелігіңізді айтыңыз. Біз екеуміздің арамызда бір келіспеушілік бар. Соның ақ-қарасын ажыратып, ақиқатты айтып беру үшін сіздің алдыңызға келдік" дейді. Пайғамбар болса, "Қанекей, айтыңдар, тыңдап көрелік" дейді. Сонда біреуі сөз алып, "Мынау менің бауырым, оның 99 қойы бар, ал менің тек қана бір ғана қойым бар. Соны маған берсін. Осының бір шешімін тауып бермесеңіз, мына бауырым маған жеңістік берер емес" дейді. Мұны естіген пайғамбар екінші тарапты тыңдамастан былай деп өз шешімін айтады. "Сенің бауырың басындағы жалғыз қойды өзінің көп қойына қосып алғысы келіп әділетсіздік жасаған екен. Әдетте осылай ортақ шаруа жасайтын адамдар бір-біріне жиі қиянат жасап отырады." Осыдан кейін кенет әлгі екі адам бір сәтте пайғамбардың көз алдынан ғайып болып кетеді. Осы уақытта пайғамбар бір ғана тарапты тыңдап, төрелік айтқанын сезіп, өзінің қателескенін біледі. Сосын Дәуіт пайғамбар Аллах Тағала осылайша өзін дау-дамай болған жағдайда не істеу керектігін үйреткісі келгенін түсінеді. Егер екі тарап өз шағымдарын айтып келген болса, онда міндетті түрде шешім шығармас бұрын алдымен екі тарапты да тыңдап алу қажет болады. Осыны түсінген пайғамбар өзінің асығыс шешім шығарғанын біліп, дереу сәжде етіп Раббысынан кешірім сұрайды. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Арада бірнеше жылдар өтіп, Дәуіт алейхиссалам пайғамбардың да ажалы келеді. Ол дүние салғаннан кейін халықтың барлығы бірдей жоқтап, араларында дана кісінің өмірден өткеніне қатты қынжылады. Осылайша Исраил қауымы Муса алейхиссалам пайғамбардан кейін Дәуіт алейхиссалам пайғамбардан айырылып, ұзақ уақыт бойы адамдар өздеріне келе алмай жүреді. Оның жаназасына қатысқан адамдардың да санында шек болмайды.
Достар, егер де сіздер өмірден алынған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын-соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз.